Сіріңкемен сурет салу балалардың ақыл ойын жаттықтырудың бірден-бір амалы. Ол логиканы, тапқырлықты шыңдай түседі және балалардың қызықты уақытын ұйымдастыруға көмектеседі. Сіріңкемен жұмыс кезінде балалар ересектер бақылауында болуы қажет. Yes, мынаны жасадың, не? Бұл не, Ризаил? Адам. Это адам. Енді мынаны жасаймыз. Ал, Ризаил, мынаны жасаймыз. Қол қайда, қол? Қол. Қол. Бұлай. Иә, мына сияқты жасаса қол. Енді аяқ. Әдемі ма? Да. Енді мынаны жасаймыз. Ризаил. Мен қара драконның аузы сияқты. Бір санын жаз. Бес санын жазшы, ұлар. Бес? Спичкамен, бес. Қарам. Аянат, сен спичкамен шырша жаса. Ой, жарайсың. Олар енді 4 санын жаса. Ұқты күште. Олар енді 8 санын жасашы. Шыршаны солай жасап жатсың ба? Иә. Тағы қалай жасауға болады? Үш бұрыштармен жасауға болады ғой, суретке салғанда. Қандай сан жазып жатсың олар? 8. Шырша. Қазір жұлдызын жасаймын. Күшті шырша. Аянат, енді шыршаны тағы қалай жасауға болады? Үш бұрыштармен. Олар сен үй жасашы. Үй? Сіріңкемен. Жасай аласың ба үй?
Күшті. Гүл жасаш. Гүл. Не жасағың келеді тағы? Не жасай аласың? Өзің жасаш, олар. Ой, мама. М, Звезда. Жаса. Звезданың қазақшасы қандай? Жұлдыз. Жұлдыз. Мама тағы да айтын. Өзің не жасағың келеді? Үлкен үй жасаш. 2 этажды, Аянат. Звезда. Кәні звезда. Ух ты, күшті. Тағы қалай жасауға болады звезда? Бүйтіп. Күн жасап көр. Күн. Сіріңкеден тағы не жаса? Спичканың қазақшасы сіріңке. Тағы не жасауға болады? Күн. Есігі. Фундаменті жоқ па? Міне күн. Баламен бала болып мен де гүл жасадым. Олар сен де гүл жасап жатсың ба? Мам. Сіз мен жасатқан нәрсені угадайте. Гүлдерден. Бұдан басталады. Бақпақ? Жоқ. Бір нәрсе жасадым гүлдерден. Бұдан басталады. Бақша? Бау? Не енді? Букет? А? Иә. Мам, қанын. Қандай әдемі гүл. Жапырағы қандай күшті. Телевизор. Сен телевизор мынау несі? Антеннасы. Сендер антеннасы бар телевизор білесіңдер ма? Қайдан көрдіңдер? Мультиктардан. Біздің үйде бұрын осындай телевизор болған ғой. Пульті жоқ. Мен білмедім. Пульті жоқ қана. Антеннасы болмаса дұрыс көрсетпейтін. Вау, міне жұлдызды қара. Олар қалай жасау керек? Күшті? Енді мен. Аянат есеп шығарамыз. 8 азайту 5. Қанша болады 8 азайту 5? 3. Жаз. Олар қаны сен де жазшы отырып. 8 азайту 5 деп. Сегіз азайту 5. Кән олар сен жаз. 1 қосу 1. Қосу. Плюс. Тағы да. Қайтып жазады плюс. Қосу. Үстіне қой. Жұлдыз сияқты. Жұлдыз. Тағы 1 жазамыз. 1. Тағы бір ма? Иә. Bir қосу 1 тең қанша болады? 2. Жаз. Екіге ұқсады ма? Тағы қалай жазуға болады тағы 2-ні? Бұлай 4 бұрышты қып жаш. Қара бүйтіп. Аянат көрсетші 2-ні. Міне бұлай. Мама, міне. Кәне. Бұлай жазды. Ал десе. Жоғарғы жасай сәл. Мынау 1 спичка. Оған екеуін қоссақ қанша болады? 3. 3 болады.
3 спичкадан 2-ін алып тастасақ қанша болады? 1. 1. 2 спичка, оған 2-ін қосамыз. Қанша болады? 4. 4. Оған тағы 2-ін қостық. Қанша болады? 6. 6. Одан 3-ін алып тастадық. Қанша қалды? 3. 3 қалды.